Елеместің анардан сәлем, қалайсыздар? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осыны өте дәмді хамыр хасып деген тағамның рецептімен ұсынатын боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тамағымыздың қамырына кірісетін боламыз. Бір жұмыртқамыздың үстіне 100 мл суымызды құйып, осылай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Кейін сұйықтығымызға аз-маз тұзды сеуіп, және де ұнды осылай алдымен қасықтап салып аламыз. Бірден қамырдың барлығын салып жібермейміз. Себебі әр ұнның тығыздығы әртүрлі. Сондықтан алдымен осылай аз-аздан салып, осылай жұмсақ қамыр елейміз. Енді бетін жауып, шамамен 15-20 минутқа бір шетке қоямыз. Енді фаршымыздың үстіне майдалап туралған жуамызды және бір қайнатылған күрішімізді дәл осы видеодағыдай саламыз. Тұзымыз міндетті түрде қара бұрыш және де аз-маз паприка салдым. Енді осы начинкамызды жақсылап астан үстіне қарай араластырамыз. Ал ендеше қамырымызға кірісеміз. Менің қамырымда қараңыздар, өте жұп-жұмсақ, эластичный дейміз ғой, сондай болып шыққан менің қамырым. Дәл осылай видеода көрсетілгенде қамырымызды жайып шығамыз. Ортасын баспаймыз, екі шетінен. Қараңыздар, мен ортасын көп баспаймын. Тағы да бір көрсетіп шығайын. Міне екі шетіне қарай көп күш керек емес. Сол кезде қамырыңыз әп-әдемі жұмсақ әрі дөп-дөңгелек болып шығады. Видеоны толықтай қарап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Әрі колокольчик қойып қойсаңыздар болады. Менің апта сайын шығарып тұрған рецепттерім сізге колокольчикпен келіп тұрады. Қараңыздар, дәл мантыны істегендей қылып, қамырларымызды осылай төрт бұрыштап кесіп жаямыз. Енді бұл жасалу әдісін қараңыздар, мұқият боламыз. Бір жақсысы, ешқандай суы, фарштың майы ағып кетпейді. Бірінші астын және де екі жағын түйіп, міне осылай істеп аламыз. Енді мантоваркамыздың осындай табақшаларын астын майлап, барлығын сыйғанша үстіп қойып шығамыз. Одан кейін біздің міне осылай бетінде майлап аласыздар. Жылтырап тұру үшін, әрі қатып кетпеу үшін, жұп-жұмсақ болу үшін міне мантоваркаге шамамен 35-40 минутта пісетін болады. Енді подливамызды, тұздығымызды жасайтын боламыз. Қызып тұрған майымызға туралған жуамызды, майда үкіштен өткізілген сәбізімізді, тұз бұрышымызды және де томат пастасын салып, жақсылап қуырып аламыз. Әбден қуырылғаннан кейін сарымсағымызды да қосамыз. Қапағын жауып, шамамен 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Енді қараңыздар, менің тамағым пісті. Қыздар, өте дәмді. Кеңес беремін. Жасап көріңіздер, дәмі ерекше. Видео ұнаған болса, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде қойыңыздар. Сіздермен бірге болған мен, Анар Елемесқызы. Ас болсын.